сторис түсіреміз. Күн сайын олар күніне 10 сторис түсіру керек. Егер 10 сторис түсірмесе, оларға айыппұл төлейді олар әр сторис үшін. Сондықтан айыппұл төлемес үшін күнде сторис түсіріп отыруға тура келеді да оларға. Сенесіздер ме, солар айтады, сторис түсіргелі бері кәдімгідей біздің адамдар, оқитын адамдар көбейіп келе жатыр дейді. Өйткені Инстаграмда қазір сторис көп түсіретін адамдарға подписчик көбірек жібереді. Олар көп көрсетеді сториздарын. Тіпті адамдар соған жазыла бастайды. Бұл сияқты бірденнен көресіз. Күн сайын бір ай бойы 10 сториздан түсіріп отырыңызшы. Мінекей мен бүгін жерде жүріп, мынандай кітап оқып жатырмын, мынандай жаңалық оқып жатыр екен деп. Бір айдан кейін көресіз, сіздің подписчиктеріңіз қалай көбейе бастаған, сізді оқитын адамдардың көбейіп жатқан, сторизді көретін адамдардың саны көбейгенін көре бастайсыз. Бұл деген үлкен мүмкіндік. Сондықтан сторизді достар пайдаланыңыздар. Бағана айтқан осы видеоның жалғасы да. Өйткені қазір сторис деген жақсы ғой, тек телефонға ғана түсіресің, ешқандай фотоаппараттың да ештеңенің қажеті жоқ. Сонымен жай ғана өзіңмен бөлісіп, адамдармен жүре беруге болады. Жалпы достар, әлеуметтік желі жайлы айтқаннан кейін мен жаңа бір әңгіме есіме түсіп отырды. Құмар Жұмахан деген дос балам бар, кәсіпкер, автомода деген бренд бар, автожабулар. Соның иесі ғой, соны мынау дамытып жүрген кезіндегі Ордақтың көбесі деген мейрамхананы дамытқан жігіт, кейін оны жауып тастап банкрот болды. Сол кезінде жаңағы бүйтіп айтатын, біз әлеуметтік желіде өте белсендіміз ғой. Жігіттер осы әлеуметтік желіде қоя салайықшы осыны, жабайықшы осы әлеуметтік желіні дейді. Себебі былай айтқан кезде тек қана жұмысқа емес әлеуметтік желіге көңіл бөліп кеттік, оның түк пайдасы жоқ деген сияқты. Сол кезде айтамыз ғой, мен саған не кедергі, жүргізбе өзің біл депші. Сөйтіп біраз уақыттан кейін жарайды деп қойды. Сөйтіп жақында жаңағы өзінің Қуырдақ көкесін жапқан кезде ода кәдімгідей банкрот болды ғой. Үлкен жаңағы ішкі сезім сөйтіп мен әлсіз кәсіпкер деп ойлап қалады ғой. Бүкіл әлеуметтік желіні айтамын, әлеуметтік желіде жасайшы, халық көрсін сенің Қуырдақтың көкесі не үшін жабылғанын, не үшін банкрот болғанын да өз тәжірибеңмен бөлісейші адамдармен. Жоқ, қазір мен не істеймін, жаңағыдай ұялам адамдардан ыңғайсыз ғой деп жүрген, сөйтіп бір уақытта жазылған. Сенесіздер ме, содан кейін 3-4 айдан кейін Ақтөбеден бір жігіттер шықты. Кезінде сіз Қуырдақтың көкесін жүргізіп едіңіз, сол кезде ұнады. Сол біз қазір ресторан ашайын деп жатырмыз, бізге партнер болсаңызшы, бірге дамытайық деп жаңа жігіттер сөйтсе, жаңа әлеуметтік желі арқылы оның посттарын оқып жүрген жігіттер екен да. Сөйтіп содан кейін келді маған, Құмар айтады, мәке кезінде дұрыс айтпаппын, әлеуметтік желіні пайдалану керек еді, үлкен мүмкіндік қой мынау әлеуметтік желі дейді. Адамдар өздері шығып ақшасын салып үлкен ресторан. Қазір Ақтөбе қаласында Төрлет деген мейрамхана ашып отыр, сол жаңа Құмар деген жігіт. Сондықтан достар, сіздерге де ұсынатын кеңесім, әлеуметтік желіні пайдаланыңыздар. Ол үлкен мүмкіндік. Қазір сізге сторис түсіріңіздер. Не ұнайды, соны істей беріңіздер. Сторис түсіріңіздер. Жақсы жазатындарыңыз, жақсы пост жазыңыздар. Видео түсіретіндеріңіз, видео түсіріңіздер. Парақшаларыңызды дұрыстаңыздар. Бүгіннен бастап кірісіңіздер. Көресіздер, жарты жылдың ішінде өзіңізге ақша салып, былай айтқан кезде өзіңе инвестиция салатын болсаң, сенде мүмкіндік көбейе түседі. Адамдар өздері саған хабарласа бастайды. Қалай жұмыс жасасақ болады, қалай дамытсақ болады. Сені былай айтқан кезде сол саланы маман ретінде қарай бастайды. Ал ол үлкен мүмкіндік достар. Сондықтан ондай мүмкіндіктерді жібермеңіздер. Бүгінгі айтқан осы ненің де мақсаты сол болды ғой бізде. Курс барысындағы қазір бір минут достар. Қазір слайдым кішкене қатып қалып жатқан сияқты. Кейін айтайын деген, қазір мен нені қосайын, чатты қосайын. Сақтарыңыз болса. Жалпы қазір тағы бір бітуіне 10 минут қалыпты достар. Көп нәрсені айта беру қазір шынымен мүмкіндік көп, бірақ оның барлығын түсіндіру қиын да, 1,5 сағаттың ішіне кеш бола бастады. Сондықтан қазір сіздерге біз арнайы мынандай марафон жасадық достар. Өтініш әрі оның сайын адамның назарын аударып отырмасаңыздар, адамның іші пысып кетеді дейді. Жақсы. Назарларыңызды аударып отырамыз енді. Өкінішке орай бұл вебинар сақталмайды достар. Бұл жер сақталмайды болды. Содан кейін ұстайын деген мынау. Біз қазір 14 күндік осы бүгінгі айтқан бағана көптеген нелер айттық қой, жаңалықтар айттық, әлеуметтік желідегі видео түсіруді айттық, сурет түсіруді айттық, барлығын айттық, енді соны қалай ретімен жасауға болады?
қалай оны шаг дейді ғой, соны жасау бойынша мысалы араларыңызға сұрақ қойыла бастауы мүмкін да, қалай жасаймыз деген сияқты. Видео қалай көрсетіп тұр ма? Менде не болып тұрған сияқты? Загрузка болып отқан сияқты. Достар, егер көрсетіп тұрса, плюс басып жібере салыңыздаршы. Жақсы, көрсетіп тұр екен. Қараңыздар, осы марафон аясында біз арнайы бұны қымбат жасамадық, мына марафонды. Өйткені қазір әлеуметтік желіні көбісі үйрену керек, әлеуметтік желіні дамыту керек. Сондықтан біз 14 күндік онлайн марафон жасадық. Бұйыртса жақында басталады. Біздің қыздар барлығын сіздерге жазып жіберетін болады. Сондықтан осы марафонға қатысатын болсаңыздар, сіздер 14 күн бойы бүгінгі айтылған нәрсенің барлығын біз жіліктеп айтып береміз. Арнайы видеолар түсірдік осылар бойынша, әр нәрсені арнайы суреттер түсірдік. Қалай жасалыну керек, қай жерінде қалай өзгерту керек, және осыны ақпарат беріледі, және артынша оның тапсырмасы берілетін болады. Сол тапсырманы орындау арқасында сіз өзіңіз 14 күнде әлеуметтік желіңізді өте жақсы дамытып, соның арқасында сіз былай айтқан кезде жеке брендіңіз немесе өзіңіздің өніміңізді сату бойынша үлкен мүмкіндікке ие боласыз. Қараңыздар, 14 күн бойы не болады? Таргетинг жарнамасын үйренесіздер. Ең бірінші, таргетинг ішінен біраз нәрсе ол қолайтын нәрсесі көп та. Көбісі ойлайды, мен қазір таргетинг арқылы мынаны түрте салсам болады деп. Жоқ, ондай болмайды. Таргетингті оны кәдімгідей анализ жасау керек, оны үйрену керек. Одан кейінгісі әдемі пост жазуды. Өйткені сөздер арасында мысалы мынандай болады. Біреулер жақсы жаза алады, бірақ продающий дейді ғой, сата алмайды пост арқылы. Пост сатып үйрену керек. Видео көрсетіліп тұр ма? Бір жер көрсетілмей жатқан деген сияқты. Видео көрсетілмей тұр ма? Көрсетіліп жатыр ма? Көрініп тұр барлығы? Естілмейді дейді ғой. Барлығы жоқ, істеп тұр дейді. Сол себепті қараңыздар, екіншісі әдемі пост жазуды үйрену керек. Үшіншісі қызықты видео түсіруді үйрену керексіздер. Сіздер міндетті түрде. Одан кейінгісі ғаламтор арқылы мына өз клиенттерін табу, қалай үйрену керек сол клиенттер табу бойынша. Содан кейінгісі суретке дұрыс түсіруді үйрену керек шынымен бізге. Өйткені көбінесе элементарно былай айтқан кезде суретті дұрыс түсіруді білмейміз біз. Қалай ұстау керек телефонды суретке түсірген кезінде. Өйткені көбінесе біздің посттарымыздың барлығы өзіміздің қарапайым телефонға түсірілген, ешқандай фотоаппарат түсірілген суреттер. Оларды да сіздерге үйрену керек. Одан кейінгісі бір апталық контент жоспар жасау керексіздер, достар. Алдын ала не болатын, қалай, қай күні қандай пост жазу керек екен, солардың барлығын сіз жасап үйрену керексіздер, достар. Контент жоспар деп атайды оны. Одан кейінгісі әлеуметтік желіде жұмысты жеңілдететін арнайы қосымшалар бар. Мысалы, SMM планер дегендер бар да. Ол сіз мысалы бір аптаға жазып қоясыз, сіз айтасыз, мына күндері сен пост шығарып деп өз настройкасын жасайсыз. Сол өзі автоматты түрде сіз айтқан уақытта постты өзі шығарып отырады. Сондықтан осындай мүмкіндіктерді біз пайдалануымыз керек. Олардың қатарында SMM планер дегендер бар. Одан кейін арнайы программалар өте көп. Олардың соның барлығын осы марафонда сіздермен бөлісетін боламыз. Одан кейінгісі күн сайын сізге жаңа білім келіп отырады. Жаңа әртүрлі білімдер болады. Және қараңыздар, достар, жаңа араларыңызда сұрап жатқандар бар. Бұл марафонның бағасы 7000 теңге тұрады. Бірақ бүгін сіздер егер қараңыздар, ертең кешке шейін егер жазатын болсаңыздар, сіздерге 5000 теңге, бірақ құпия сөз бар, арнайы құпия сөз. Ол құпия сөз versus марафон деп аталады. Versus марафон деп егер біздің қыздарға WhatsApp-қа жазатын болсаңыздар, төменде көрсетілген нөмірге жазылып тұр, 778-06-66-08 сіздерге 5000 теңгемен сол марафонға қатысуға болады, достар. 7000 теңге емес, 5000 теңге. Ал егер ертеңнен кешігетін болсаңыздар, онда ренжімеңіздер, онда 5000 теңге. Сондықтан жалпы айта берсем, әлеуметтік желіде өте көп та мүмкіндіктер, көп нәрсені уақытымен көбінесе кейде тіпті жай ғана тәжірибемен келетін нәрселер бар. Күн сайын зерттей келе, сіз сол неге келесіз өзіңіздің ойлаған нәрсеңізге. Достар, сондықтан бүгінгі айтылған уақытымыз 5 минутымыз қапты. Мен қазір сұрақтарға жауап берейін. Біраз қазір 1 минут мен баннерді шығара салайын.
Hazır 1 minut. Сіздерге қазір сілтеме беремін, сол арқылы сіздер кнопканы басып, жаңағы біздің сайтқа кірсеңіздер болады, арнайы жасап қойдық. Осы сайт арқылы зарегистрироваться деген жерге кіріп. Ал жақсы достар, сұрақтарыңызға жауап берейін. Теңге төлесеңіздер болады достар. Біздің Ардақ ханыма хабарласып, соған құпия сөз айту керексіздер. Міндетті түрде егер құпия сөз айтпасаңыздар, ренжімеңіздер, онда болмай қалады. Содан кейінгісі, мен банкаға салаттар мен варенье жауап сатамын. Қалай инста арқылы сатуға болады? Онда сіздің негізгі клиентіңіз Әйгерім ханым. Онда әйел кісілер болады. Сіз көбінде сол әйел кісілерге тамақ хозяйкаларға арналған аккаунт ашасыз да, сол салаттар бойынша, варенье бойынша қызықты суреттер түсіресіз әдемі. Одан кейін жаңағы басқа адамдардың алып жатқанын түсіресіз. Былай айтқан кезде шынымен әйелдерге қызықты болатындай аккаунт ашасыз да, соны жүргізесіз. Және сіз таргет жасап үйрену керексіз міндетті түрде. Таргетте қараңыздар достар, тек қана әйел кісілерге арналған таргет настроить етесіз, өзіңіздің қалаңыз бойынша көрсетесіз, және таргеттің бір мүмкіндігі сіздің тұратын жеріңізден, үйіңізден 1 километр, 2 километр жерге шейін көрсететіндей жасауға болады. Ондай мүмкіндіктер өте көп. Сондықтан ол таргетті егер шынымен үйренемін десеңіз, өтініш қымбат емес, онлайн марафонға қатысыңызшы, сол жерден сіз таргетті сол жерден үйренетін боласыз. Аяқ киім дүкен ашып жатыр едім, қандай кеңес айтасыз? Иван Петров дейді. Сізге кеңес берген запуск деген кітап бар, сол кітапты оқыңызшы, сол жерде айтады, біз дейді көбінесе бизнесті ашып қойғаннан кейін жарнама жасаймыз дейді. Ал бизнесті ашпай тұрып жарнамалаңыз. Бизнесті ашпай тұрып. Сол сияқты сіз де қазірден бастап ашпай тұрып адамдарды қызықтырыңыз, аудиторияңыз кім? Одан кейін аяқ киім сатқан кезде бірінші бір аудиториядан бастаңызшы. Аудитория деген мынау. Әйел кісілердің аяқ киім сатыңыз немесе кішкентай балалардың аяқ киім сатыңыз. Басында біреуден бастаңыз, кейін қоса бастайсыз басқаларды да. Бірақ осы маңызды ең бастысы айта деген. Мекесімен қалай кездесіп ой бөлісіп кеңес алуға болады дейді. Албан Кәрімхан болады, бірақ қай мәселе бойынша кеңес алу соған байланысты. Егер тренингтерде айтылатын ақпарат болатын болса, онда тренингке келе салған дұрыс. Күнде пост жазып, әртүрлі қылып бизнес парақшамды жүргізіп отырмын. Шамамен 1 айдай болды. Бірақ подписчиктер көбінесе сетевиктер, жай адамдар сенбейді, онлайн жұмыс жасауға болатынын қабылдамай жатыр. Әрине өте қиын бас кезінде. Қараңыз, Айнұр ханым, сіз ол үшін, сіз өйтіп, мысалы, бізде көп сонда өтті қазір. Біздің жазылда тегін жаңағы ақша табудың жолын үйрен, интернет арқылы ешқандай қиын емес, ондай шаршатты, кішкене басқаша ерекше контент беруге тырысыңызшы. Одан қайта айтыңыз, шынымен мынандай жұмыс бар, мінекей мынандай жасауға болады. Сетевой болса сетевой деп шынымен жазыңыз. Сетевой болмаса басқа жолын айтыңыз. Соған байланысты. Ол көру керек әр сала бойынша. Одан кейінгісі, егер бизнес болатын болса, онда сізге міндетті түрде танымал адамдармен жұмыс жасау керек. Танымал адамдармен жұмыс жасамасаң, сізге қиын болады. Өйткені ол сенбейді басында. Адам сену үшін бірінші жеке брендін қалыптастыру керек. Жақсы, тағы да астына қарай көрейік, кімдер бар. Мен басша көрмей қалдым, не істесем болады дейді. Жайна ханым, енді өкінішке орай солай болып қалды енді. Бүгін ғана 7 мыңға тіркеліп қойдым дейді. Гүлжан ханым, айтып рахмет, қазақтың білімді кәсіпкері көбі. Рахмет, Айнұр ханым. Онлайн марафон бола ма? Болады болашақта. Бұйырса осы жақында басталады. Жаңағы немен Қуанышбек Талшын, соған жазылсаңыз болады. Сторизге қалай саламыз? Сторизге парақшаңызды, мысалы, қараңыз. Инстаграм аштыңыз ғой? Бағана көрсеткен IGTV-іңіз. Мысалы, мынандай сізде парақша тұрады. Оңға қарай жүргізсеңіз, мінекей, осы жерден бастап сторис түсіре берсеңіз болады. Жерін түсіндікті. Сейілбек айтады, 1 айдан кейін басталатын жоба үшін марафонға қатысудың пайдасы бар ма? Әрине, өйткені жарнаманы алдын ала бастау керек дейміз. Өйткені сіз қазірден бастап дамыту керексіз өзіңіздің жарнамаңызды. Өйткені бұл білім, сіз алған білім ешқашан
зияны болмайды да. Заңғар Мұсахан айтады, инстаграмдағы видеоларыңызды қандай бағдарламамен жасайсыздар дейді. Инстаграмдағы видеолар көбінесе біз телефон арқылы жасай аламыз. Оны арнайы бағдарламалар бар, өздерінің біздің қыздар. Біз жаңа марафонда соның барлығын көрсеттік. iMovie деген программа бар, немесе сонымен жасасаңыз болады. Жалпы Заңғар мырза, мен сізді білемін ғой, өзіңіз кәсіпкерсіз. Сізге көбінесе маман жалдау керек емес. Өйткені сіздің жұмысыңыз қазір ең бірінші өзіңіздің кәсібіңізді дамыту, өнімді күшейтуді ойлауда. Ал мынандай нәрселерге, әлеуметтік желі жүргізуге сіз өзіңіз түсінсеңіз бұл, ал былай адамдарға жалдаған дұрыс. Таргет деген инстаграмдағы жарнама. Марафон 7.000 теңге, бірақ сіздер егер жаңа құпия сөзбен айтатын болсаңыздар 5.000 теңге. Таргет деген жоқ, промоция емес, таргет деген ол инстаграмдағы, мысалы сіз мысалы айталық инстаграм кірдіңіз да, мысалы жүргізіп жатасыз ғой, парақшаңызды жүргізіп жатасыз. Сол жерде мысалы сіз жазылмаған парақшалар тұрады өзі. Мысалы бизнес молдыстың, мысалы мен жазылмаған, бірақ реклама деп тұр. Мына жарнамасын маған көрдіңіз ба? Осы және арқылы көрсетіп отыр. Бұл таргет деген осы жарнама. Именно куландар сататын едім, соны дамыту жолын үйрене аламын марафоннан. Сіз өзіңіздің жеке парақшаңызды жүргізуді үйренесіз, Нұрбек мырза. Оны үйренгеннен кейін, жеке парақшаны әлеуметтік желіні жүргізуді үйренгеннен кейін, сізге проблема емес, қандай бизнес болса да жүргізе бересіз ертең оны. Бұл жағынан сізде ешқандай проблема болмайды, ол жағын уайымдамаңыз. Сетевой бизнес қалай жүргізуге болады? Бір аккаунт жарай ма дейді. Жоқ, сетевойда бірнеше аккаунт керек болады сізге. Ол үшін және сетевойдың жаңа адамдар қазір барған сайын сетевойға сенбей жатыр да, сондықтан сіз басқаша ерекше жүргізу керексіз. Ол үшін адамдар ішінен сенімді болып, адамдар нәтижесін көрсеткізіп, адамдармен көп жұмыс жасау керек сізге, сол кезде болады. Қараңыз, онлайн марафон таңертең сізге сағат 9-10-дарда тапсырма болып келеді, пайдалы ақпарат келеді, артынша тапсырма келеді. Сол тапсырманы кешкі сағат 9-10-ға шейін орындау керексіз. Орындаған адамдар ғана келесі турға шейін өткізіліп отырады. Орындамасаңыз, сіз онда екінші лигаға түсіп қаласыз. Марафоннан кейін арнайы сыйлықтар бар, достар. Сіздерге арнайы дайындап қойған, және 14 күн бойы сіз өзіңізге пайдалы қабілет аласыз. Екіншісі әртүрлі сыйлықтарға, және біз ең мықтыларын өзінің командаға мен шақырғым келіп отыр. Шынымен осы марафонда өзін мықты көрсеткендерге. Өйткені маған сондай қазір мықты мамандар керек әлеуметтік желі бойынша. Кітаптың аты, Нұрбек мырза, запуск деп аталады, запуск. Досат Смағұлов көбінесе қандай дейді? Егер инстаграм дамыту арқылы болатын болса, қыздардың заттары көбінесе жақсы кетеді. Сетевойға қатысты жаңа жауап бердім, Ұлжан ханым. Балалар киімін болашақта ашсам деймін, алдын ала қалай жарнама жасаймын әлі ашылмаған магазинге. Қазір сіз Тынгулей балалар киімін алдын ала сата бастаңызшы. Инстаграм арқылы доставкамен сатыңыз, немесе барып көрсету бойынша. Кезінде қандай бір магазин болған солай. Барады өздері арнайы бірнеше киім таңдайды, барып киіндіріп, ұнаса сол жерден сатып алатын. Солай бастап көруге болады. Сізге тәжірибе жинауға көмектеседі. Марафонның уақыты таңертең басталады. Рахмет сізге, Шынар ханым, пайдасы тисін. Әке, менің сұрағым ең соңында айта кетіңіз, клиент ұстап байлап жүрмеудің жолы туралы. Мұрат, оған қатысты біз клиентті ұстап, олар дамыту бойынша алдағы уақытта бұйыртса вебинар болады. Сол кезде мен сізге толық айтайын, бұл жерде көбінесе клиент тарту бойынша қазір. Видео сақталмайды, Наргиза ханым. Қалай саланы дамыту туралы кеңес бересіз? Қай саланы дейді? Айтып тұрмын, егер инстаграм болса, әйелдер, тем более өзіңіз әйелсіз сол саланы дамытыңызшы, өте жақсы кетеді. Олар ұйымдастыру керек, парақты қосқан неден бастау керек дейді. Бизнес парақты қосу жоқ, ол кәдімгі жүргізе бастайсыз, ешқандай оның проблемасы жоқ. Бизнес парақшаның кәдімгі өзіңіздің парақшаңыз сияқты, бірақ көбінде бизнес туралы жаза бересіз бұл жерде. Сторизге видео салып клиенттердің мазасын алмаймыз ба? Егер ол сіздің мазаңызды алды десе, онда оның не пайдасы бар сізге? Одан сізге клиент, егер ұнамайтын адамдар шығып кеткен дұрыс кейде. Сондықтан бізді жақсы көретін, біздің беріп жатқан ақпаратымыз пайдалы болатын адамдармен жұмыс жасау керек. Біліміңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Берік мырза, Алла разы болсын. Бизнесіңіз қарышты дами берсін. Рахмет, Камшат Абдикаимова. Рахмет сізге, мүлде көрсетті. Мен брендирование одеждамен алсам, полиграфия, нанесена одежда, қандай кеңес бересіз? Әлеуметтік желі, Ербол Қоспаев, әлеуметтік желімен жақсы дамытыңызшы. Қызық принттарыңыз қызық болу керек сіздердің полиграфияда шы. Өйткені мысалы
соны жақсы бір креативный бір дизайнер жалдаңызшы, жақсы болады сізге. Жами, зарегистрироваться деген кнопканы басыңызда, сол жердегі номерге хабарласып, немесе 778-066-6608 нөміріне versus марафон деп жазсаңыз, қыздар сізге түсіндіріп береді барлығын. Гүлжана ханым Көпбаева, міндетті түрде аласыз, әлеуметтік желіге қатысты өте көп пайдалы ақпарат аласыз, ожам, уайымдамаңыз. Жайна Ажыргалиева, мен НЛ компаниясына кірген, жүргізе алмай жатырмын, не істесем болады, сетевой маркетинг, әлеуметтік желіні жүргізу керек, бағана сетевой қатысты айтып кеттім, Жайна ханым. Шынымен адамдардың сенімін тудырыңыздаршы, өтініш. Әйтеуір алып посттардың астына комментарий жаза бермеңіздер, НЛ деп, ол сіз өйтіп адам жинай алмайсыз. Қазір сол әлеуметтік желіні дұрыс түсінбегеннің арқасында адамдардың көп үркітіп алып жатсыздар, адамдаршы. Әлеуметтік желіні меңгеріп алыңыздаршы, и сол арқылы адамдарға наоборот сенімді болуға, адамдардың ішінде жағдайын ойлауға тырысыңыздар. Өзі өте мықты нәтиже көрсете бастайсыздар. Жақсы, Ерсұлтан мырза, сәттілік сізге де. Гүлмира Басарова, versus марафон деп жазсаңыз, түсінеді қыздар. Құпия сөз versus марафон. Versus академия емес, versus марафон. Рахмет сіздерге, рахмет. Тез даму ол арнайы программа ақылы ма деген сияқты ма, соны айтып жіберіңізші. Тез даму программа арқылы жұлдыздармен жұмыс, оларға жаңағы әр постың үшін төлеу керек жұлдыздарға, сол ғой, даму деген сол. 25 июльде жолға шығып кетемін, сол кезде тапсырманы орындалмаймын. Сіз тапсырманы орындалмасаңыз да сізге ақпараттар келе береді. Бірақ екінші лигада боласыз да, ол жерде тек ақпарат алып отыра бересіз. Тапсырманы орындамасаңыз да болады. Рахмет Мұрат мырза, сіз қатысыңыз міндетті түрде. Иә, Гүлжана ханым versus марафон құпия сөзі. Қатысамын дейді. Күтеміз Сәуле ханым сізді. Оқу орталығына рекламаны қалай жүргізу керек, дұрыс. Гүлшат ханым, оқу орталығы өте ыңғайлы. Қазір сіз тамыз айынан бастасаңыз, сізге дұрыс болады. Кеше қаз білімнің балалары келіп, солармен біраз жұмыс жасады. Оларға жарнамасын бастады. Әлеуметтік желіні меңгер деп оларға айттым. Таргетті меңгеріңдер, үйреніңдер деп. Сол сияқты сізге де соны үйрену керек. Оқу тамызда ата-аналар іздей бастайды. Қалай дамытамыз баламызды, қайда жібереміз? Тамыз айы, қыркүйек айы, қазан айы сіздің сезоныңыз, соны жібере алмаңыз. 8-ден бастап жұмыстан үлгермеймін ба видеоларын қарауға марафонда. Ол жерде марафондағы видеолар тек 2-3 минуттық, 4 минуттық қана видеолар болады, көп болмайды. Жадыра ханым. Мерік мырза, пайдалы кеңестер үшін рахмет. Олжас мырза, сізге рахмет, сау болыңыз. Мен марафон қатысамын, дайынмын, жүлде аламын, құдай қаласа. Сәттілік тілеймін мырза. Соны білейін. Франшиза сатамын деушілер көп, сол туралы айтсаңыз, ол франшиза жайлы кейін айтып беремін. Сол жандар зарегистрация басқанда жетіммен тіркеліңіз деп тұр. Құпия сөздік кімге айтамыз, қыздар телефон шалама дейді. Жоқ, сіз WhatsApp-қа жазыңызшы, 778-066-6608 деген нөмірге, иә? Сол сізге естейді қыздар. Рахмет, Достат Смағұлов. Сантехника сатуға интернетпен қалай жүргізуге болады? Сантехника деген рахат қой, адамдар өйткені сантехника қажетті затты. Және ол сантехникасы бұзылған кезде, ремонт жасаған кезде, үй салып жатқандарға арналған таргет жібересіз, солар ғана көретіндей қылып. Әдемі кетеді. Иә, дұрысына ханым дұрыс айтасыз. Алла қаласа бақыт ханым пайдасы тисін. Мен бизнес парақша, орысша болса марафон қатыса аламын ба? Қатыса аласыз, дамытсаңыз болды. Свадебный салон көктемде ашқым келеді, соған қазірден парақша ашу керек ба және қалай? Қазірден бастап аша бастаңыз, қазірден бастап жүргізе беріңіз, жарнамасын жасай беріңіз. Қазір тек қана пайдалы ақпарат бере беріңіз. Пайдалы ақпарат бере беріңіз. Адамдар қызығып көбейе бастайды ғой. Содан кейін бастап, міне достар, заттарды әкелдік, свадебный көйлектер дайын, келіңіздер деген кезде адам сізге қарай жүгіру керек қой. Сондай дәрежеге жеткізсеңіз, нағыз маркетингтің шеберлігі сол. Алла қаласа күтеміз. Гүлдана ханым, қатысам дейді Асхат Абдиев, күтеміз. Көп рахмет марафон көрген күн жазылған керемет.